Қайырлы күн достар, сіздермен Аяжан. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен қатпарлы қаттама жасайтын боламыз. Өте әдемі қатпарлы болып шығады. Маңызды жерлерін жіберіп алмас үшін видеоны соңына дейін қараймыз. Алдымен ыдысымызға жылы суымызды, жылы сүтімізді, тұз салып, жақсылап араластырамыз. Ұнымызды електен өткізе отырып, барлық ұнымызды салып, қамыр илейтін боламыз. Рецепт мұнаған жағдайда каналға тіркеліп, лайк баса кетіңіздер. Алдағы уақытта жеңіл әрі оңай рецепттермен бөлісіп отыратын боламын. Мінекей, жұмсақ етіп қамыр илейміз. Қатты жұмсақ болмайды, орташа тығыздықта болады. Енді демалдырып 10 минутқа қойып қоямыз. Он минут өтті. Қамырымызды, біржуала қамырымызды 4 бөлікке бөліп, осы біржуала қамырдан 4 қаттама шығады. Осылайша 4 бөлікке бөліп, тағы демалдырып, тағы 10 минутқа қойып қоятын боламыз. Қамыр қаншалықты демалса, ол тез әрі жеңіл жайылатын болады. Мінекей 10 минут уақытымыз өтті. Енді қамырымызды жаятын боламыз. Аздап ұн сеуіп, қамырымызды жұқа етіп жаямыз. Қамырымызды жайдық. Бір қамырымызды бөлек алып қоямыз. Кейіннен екінші қамырымызды жайып, солай барлық қамырымызды жайып алатын боламыз. Мінекей, бөлек алып, екінші қамырымызды дөңгелек етіп жайып аламыз. Келесі кезекте арасына жағатын майымызды ертеміз. Менде үш майдан жасалған тоң май және де ақ май қосылып араластырылған. Жайған 4 жуала қамырымызды да бір-бірінің үстіне қойып, арасына май жағатын боламыз. Кейіннен осылайша жіңішке етіп кесіп, дөңгелектеп орайтын боламыз. Алдымен 4 дөңгелек жасап аламыз. Кейіннен кезек-кезек жаңағы дөңгелектерімізді орап қаттама жасайтын боламыз. Менде 4 жуала арасына май жаққан видео түспей қалыпты. Үст-үстіне қойып, арасына май жағып жасайтын боласыздар. Барлығын осылай дөңгелек етеміз. Сонда қатпарлы әдемі болып шығады.
барлығын кезек-кезек орап болдық. Мінекей осылайша дөңгелек етіп тарелкамызға салып холодильникке 20 минутқа қоятын боламыз. 20 минут уақытымыз өтті. Ендігі кезекте осылайша оқтаудың көмегімен дөңгелек етіп қаттаманың формасына келтіреміз. Барлығын бір жайып алып демалдырып қоямыз. Қамырды жайып болғанша табамызға май құйып қыздырамыз. Көп майдың қажеті жоқ, аз да болмау керек. Орташа май құйып қызған майға қаттамамызды екі бетін қызартып пісіріп алатын боламыз. Қаттамамыз қызарып пісті. Осылай кезек-кезек барлығын пісіріп аламыз. Ыстықтай жанұямызға береміз. Өте дәмді қаттама шықты. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Ас болсын баршаңызға.